Осы видеода мен сіздермен адам жүйесімен бөлісемін. Егер де бұл жүйені сіз дұрыс түсініп алсаңыз, өзіңіздің адами қалыптасу процесін біліп, өзіңізді дұрыс жолға бағыттай аласыңыз. Мен Нұрасыл Тоқбаев, жеке тұлға және бизнесті жүйелі дамыту экспертімін. ИПС және Синергия университетінің сертификатталған бизнес тренерімін. Міне бүгін барлығымызда бір белгілі бір нәтижеміз бар. Мысал айтқанда, біздің белгілі бір мөлшердегі табысымыз бүгінгі күнде тауып жатқан. Ол біздің бүгінгі күнде тұрып жатқан үйіміз, жалдамалы үй бола ма, ол 2 бөлмелі пәтер ме, или болмаса 2 қабатты коттедж бе. Ол бір біздің нәтижеміз. Ол біздің айналамыздағы адамдар таңдаған жарымыз, достарымыз деген сияқты. Ол біздің мініп жүрген көлігіміз. Осының бәрі осы күндегі бір нәтиже. Ал нәтиже қай жерден келеді? Нәтиже іс-әрекеттен келеді. Барлығымыз белгілі бір іс-әрекет жасаймыз. Біреу мұнайшы, біреу құрылысшы, біреу тігінші, спортшы, немесе саудагер, немесе құмар ойыншы. Міне осының бәрі бір іс-әрекет. Сол іс-әрекетімізге қарай біз нәтижемізді көреміз. Ал енді іс-әрекет неден туындайды? Іс-әрекет әдет пен навыкқа байланысты екен. Әдет дегеніміз не? Мысалы, бәрімізде көп адамдарда кері әдеттер болады, жаман әдеттер. Ол қандай? Баратын жеріңе кешігіп бару, кейде ұйықтап қалу, таңертең тұрып, қайтан будильникті өшіріп, қайтан жатып қалып, қайтан тұрып. Не? Ол да ұйықтап қалу жаман әдет. Темекі тарту жаман әдеті бар. Мысалы, кейде артық сөйлеп қою, өсек айту жаман әдеті бар да? Тағы қандай әдеттер бар? Мысалы, тырнақ тістеу әдеті бар. Адам оны қалаған жоқ, бірақ көп мәрте қайталағасын, ол бойына сіңіп қалды. Ал енді навык дегенімізде, навык деген былай қазақша айтқанда дағды да. Навыкты адам қалай, ол өзінің қалаған тәсілін меңгеретін болса, ол навык болады. Міне, біз жаман әдеттерді навыктармен ығыстыра аламыз. Мысалы, навыктың қандай түрлері бар? Велосипед айдау. Велосипедті біз қалай үйрендік? Күтігімізде басында айдаймыз, құлаймыз, тұрамыз, қайттан айдаймыз, құлаймыз, қайттан тұрамыз. Сөйтіп көп қайтала бергеннен кейін адамның миында нейронды жолдар болады. Сол жолдарда көп қайталаған сайын ол беки береді да, миымызға сіңіп қалады екен. Міне, жаңағы тігінші қызда мысалы, тігін құралын меңгеру үшін ол көп сағаттар бойы жаттығады, оны үйренеді, көп қайталағасын барып, оның нейронды жолдарына жазылып қалады, программа болып құйылады. Психологтар айтады, жалпы бір тәсілді үйрену үшін, навык болу үшін 21 күннен жоғары қайталай беру керек бір затты. Сол кезде ол біздің жаңағы миымызға, программамызға жазылып қалады екен. Мысалы, машина айдауда басында үйренгенде қиналып, рульге қарап, аяғының газ тормозына қарап отырады. Но бірақ алдағы уақытта ол көп айдап кеткеннен кейін ол уже телефон сөйлеп отырады, ойы басқа жақта, бірақ айдап келе жатады. Міне, ол уже санасына құйылып қалды деген сөз. Сондай сияқты біз жаман әдеттерімізді жақсы навыктармен алмастыруымыз керек. Мысалы, бүстіге болады, жаман әдеттерімізді жазамыз, мына жағына жақсы навыктарды жазамыз. Сөйтіп, жаман әдеттердің орнына біз жақсы әдетпен алмастыруымыз керек. Мысалы, темекі тарту жаман әдетіміз бар, оны қою үшін не істеуге болады? Мысалы, жаттығумен айналысуды, сосын бір кітабын оқуда, осы темекіні қою, сол тәсілдерді оқып, соны 21 күн бойы қайталайтын болсақ, ол жайлап ығысып, темекінің орнына біз более салауатты өмірмен денсаулыққа қарап уже оны ығыстыра аламыз. Міне, сосын тренерлер айтады, жалпы бір адам бір айда 2 навыкты меңгере алады екен, күнде қайталаса. Міне, қарасақ, бір жылда 24 навыкты меңгеруге болады, егерде бір айда 2 навыкты меңгеретін болсақ. 24 навык деген уже сіз мүлдем басқа адам болып шыққаныңыз. Міне, егерде үлкен жетістікке жеткіңіз келсе, навыкты жазып, соны айма-ай күнде қайталап, 24 навыкты бойымға сіңдіріп, үлкен жетістікке жететін мүлдем басқа адам болып шығуымызға үлкен мүмкіндік бар. Әдет пен навыкты біз құндылығымызға сай таңдаймыз. Әр адамның бойында бір белгілі бір сенім мен құндылық болады. Сол біздің өмірімізді айқындайды. Ертеректе адамдар жердің шеті бар деп ойлаған. Сол шеттен адамдар ұшып кету мүмкін деп ойлаған. Ал кейбір адамдар болған, жер дөңгелек, олар саяхатқа шыққан. Ол адамдарды не істеді? Ол адамдарды көп білгіштенбе деп өлтірді. Міне сол сияқты бізде қате
сенім мен құндылықтар болуы мүмкін. Соның арқасында біз жетістігімізді жіберіп алу мүмкінбіз. Кейбіреулеріне 70 жас ол нормально дейді. 70 жасқа дейін өмір сүру норма дейді. Енді 70-ке келгеннен кейін олар не істейді? Дәрі ішіп бастайды. Ал кейбіреулер бар, 70-ке келіп алып, бірдеңемен айналысу керек, жаңа хобби табу керек деп, бір затпен айналысып бастайды. Сол сияқты 95 жастағы Пол Брек деген кісі 95 жасында толқында жүріп, серфингте жүріп, қайтқан толқынның үстінде. Енді 70 жастағы адамдарға соны айтсаң, олар айтады, ол ерекше тұлға шығар дейді. Ол адамның сана сеніміне, құндылығына сай ол сөйтіп өмір сүреді. Кейбір адамдар айту мүмкін, о миллион табу қазір өте қиын, оған деген жаңағыдай конкуренция көп, крыша керек деген сияқты сөйтіп ойлау мүмкін. Оның құндылығы, сенімі сондай болуы мүмкін. Ал кейбіреулер айту мүмкін, жоқ қазіргі таңда барлығын жасауға болады, менің қолымнан келеді деген сияқты адамның істегенін адам істей алады деп, ол жаңағы жарнама тілдерін, бизнес құралдарын меңгеріп, бойына навык қылып сіңдіретін болса, ол одан кейін не істейді? Іс-әрекет жасайды, іс-әрекеттен ол нәтиже алады. Міне сол сияқты адам не затқа сенеді, сол болады. Сондықтан біз позитивно, жақсы құндылықтар мен сенімдерді бойымызға сіңдіргеніміз дұрыс. Ал келесі сатыда бұл тұлғамен және рөлдер. Рөл деген әр адамның өмірінде 3-тен жоғары рөлдер болады. Мысалы, жұмыста ол бір мамандық иесі, механик, тігінші, сантехник, құрылысшы деген секілді. Үйінде мысалы ол әке, ана, бала деген сияқты, тумаластарына аға, іні деген сияқты. Міне сондай түрлі біз рөлдар атқарады екенбіз. Сол рөлдарға сай біз құндылығымызбен, жаңағыдай сенімдерімізбен, іс-әрекеттеріміз соған сай болады екен. Енді әр адамның, әр тұлғаның өзінің мендік бағасы болады екен. Мысалы, мен кіммін дегенде, өмірге деген көзқарасы жарқын адам, ол не дейді? Шүкір, мен қолымнан бәрі келеді, мен жақсымын, мен мықтымын, мен дегеніме жетем деген сияқты ода сенім құндылықтары болады. Сол сенім құндылықтарына сай, оның навыктары, іс-әрекеті, нәтижесі сондай болмақ. Ал егерде жаңағыдай мен кіммін дегенде, түңілген адам не дейді? Мен сәтсіз адаммын, менің өмірім жөн болмай жатыр, барлық зат қымбаттап жатыр, айналаның бәрі қу, арам, алдап кетеді, мен қолымнан дым келмейді деген сияқты әңгімелер сондай болады. Сенім құндылықтары сондай болса, оның навыктары да сондай болмақ, оның әңгімелері, іс-әрекеті, жалпы нәтижесі де сондай болмақ, бақытсыз болады. Сондықтан жақсы ойлаған адам жақсы нәтижеге жетеді, жаман ойлаған адам жаман нәтижелі болады. Давлениесі көтеріледі, жаңағыдай қан қысымы сөйтіп ауырады екен. Енді тұлғаның жоғарысында бізде миссия тұрады. Өкінішке орай 90-95% адам өзінің өмірлік мәнін түсінбей, миссиясын білмей өмірін өткізіп жатады. Миссияны табу үшін бізде деген маңызды сұрақтарға жауабын таба білуіміз керек. Мен не істеп жатырмын? Мен өзімнен кейін не қалдырамын деген сияқты сұрақтарды қойып, соған жауабын іздеу керек. Мысалы, бізде миссиясын тауып, дүниені жарқын өткізген адамдардың бірі Алихан Бөкейханов, қазағым ұлтым деп кеткен. Мысалы тағы кім бар? Стив Джобс бар. Ол да өзінің продуктасына жанын салып, халыққа болсын деп өмірде мәнін тауып, осылай жанын салып кетті. Міне сол сияқты бізде өмірлік өзіміздің ісімізді таба білсек, өзімізге көңіліміз толса, миссиямызды тапқан боламыз. Егерде сізге бұл тақырып қызықты болса, комментарий астына жазыңдар. Мен бұл тақырыпта сізге жаттығулар бере аламын. Жаттығу беремін. Сол арқылы өзіңіздің миссияңызды табуға жеңіл болады. Ал миссиядан кейінгі жоғарғы саты ол тағдыр. Тағдыр жайлы не ойлайсыңыз? Бәрін жазбайды. Сондықтан тағдыр біздің өзіміздің қолымызда, өзгертуімізге болады. Алла бізді осы өмірге сынауға жіберді. Тырысайық, ізденейік, жақсы навыктарды бойымызға сіңдіріп, жақсы іс-әрекетпен жақсы нәтижеге жетейік. Енді осы тағдырдың жоғарғысындағы ең жоғарғы саты, осы проектінің, жүйенің бәрінің авторы ол Құдай. Міне адам жүйесі деген осы. Құдай бізді сынаққа жіберді. Сондықтан біз деген ізденіп, өзіміздің өмірімізді өзіміз өзгерте аламыз. Жауапкершілікті өзіміз мойнымызға алып, өмірімізді жақсы бағытқа өзгертейік.
Егер де осы видео ұнап жатса, лайк басыңдар, YouTube каналға тіркеліңдер де, және алдағы уақытта көп пайдалы видеоларды қараңыз. Рахмет.